тағы да сәлем. Мынау біздің жасайтын сайтымыздың шаблоны. Осыған қарап отырып жасап шығамыз. $26 тұрады екен. Әдемі шаблон, маған ұнады. Сатып алатын ойым бар. Сіздер енді тек қана фронт жасайсыздар. Бірінші этапта мен осыны бэкэндін жасап, сіздерге API-ді дайындап беріп отырам. Мына жерде көп нәрсе бар бізге керек. Категорияларға бөлген заттар, анау-мынау, күшті продуктлар, топтар, көп сатылынатқандар, популярныйлар деген сияқты разделдерге бөліп тастаған. Біз туралы, бізбен байланысу, табылмаған бет, бәрі нәрсе дайын. Сосын мобильный несі де болуы мүмкін, дизайнды. Мынау телефоннан қарағанда осылай көрінеді. Тіпті меню да күшті екен. Былай сырғанап жатқан кезде жоғалып кетеді. Кеңістікті кеңейтіп береді, жоғары жақта көрінбей тұрады, сосын сәл тартып қалсаң қайттан орнына келеді. Менюді ашасың, әрі-бері шұқылайсың, жауып тастайсың. Мына жерде корзинкасы бар, поискісі бар. Маған ұнады, осыны жасаймыз. Немен жасаймыз десеңіздер, Next.js-пен жасаймыз. Next.js дегеніміз негізі Vue.js қой. Просто Vue.js-тің үстінен тағы да фишкаларды қосып, әдемілеп, өте ыңғайландырып жіберген. Бұрын мен Vue.js-пен жазатынмын. Көп нәрсені проект бастаған кезде либо өзіміз с нуля қайттан қосып отыратын, мысалға роутингтардың өзін, ViewRouter, Axios-тарды, мысалға, мында олардың барлығы уже дайындап қойған. Next.js запускать етсең, сразу ішінде Bootstrap'ты да не қылса болады, көрсетіп жүрсе болады, мынаның барлығын бірге бер деп. PWA бар, сразу ішінде қосылып тұрады, линтерлер бар. Енді бұл сөздер сіздерге, мысалға, новичок болсаңыздар, таныс емес сөздер шығар. Оның не екенін білмей қиналмай қойыңыздар, не екенін де дәл қазір бассыңдар. Просто рахат екенін түсінсеңіздер бопты. Андай көптеген жұмыстарды алдын ала жеңілдетіп берген. Енді жұмысқа кірсек, мынау біздің қысқаша істейтін жұмысымыздың несі, таныстырылуы. Ары қарай уже практикада кірсеміз. Ең бірінші тапсырма ол гитте pull request жасауды дұрыс түсіндіңіздер ма, соны тексереміз. Егер соны бірінші түсініп алмасаңыздар, ары қарай жұмыс жасағанда қиындықтар туа бастайды. Кеттік.